Ассаламу алейкум барлықтарыңызға. Жандосова Манаса қиылысында тұрмыз. Мынау Манасаның бойы односторонний жол ғой, жоғары қарай. Так, мынаны қараңыздар, не болып жатқаны. В общем, мен түсірейін деп тұрған видео, мынау не деген сұмдық. Жолды тарылтып, велосипедный дорожка салынып жатыр мына жерге. Самокаттарға, велосипедтерге. Сонда мына жерде не болады? Мына жерде бірақ жолақ жол болады. Мынау по-любому оң жағы стоянка болады по-любому, потому что мына жерге көп келетін адамдар көп. Мына жерде бізде Ақсайский больница бар. Ой, Ақсайский деп кешіріңіздер. Детский больница бар. Мына жерде бізде кожаный больница бар. Енді мына жол мен мына жол, бірінші жол, по-любому ол стоянка болады ол. Сонда не болды ол? Сонда мен түсінбедім. Егерде мына жерге стоянка бермейтін болса, машинелер сыймайды онда. Машинені қайқа қоямыз сонда? Мына жер ғана стоянка болатын болса. Неге велосипедный жол салынып жатыр мына жерге? Міне, пожалуйста. Енді Алматының әкімін, архитектор екеуін велосипедке отырғызып қою керек. Велосипедпен жүрсін, осылай. Елдің бәрін велосипедке отырғызбақшы екен ғой, Алматыда. Жолдың бәрі тарылтып жатыр, Алматының жолдарын бәрін. Көрейік сол, Шымкенттің әкімі сияқты велосипедке отырып жүріп көрсінші. Сосын бәріміз велосипедке мінеміз. Әкім постоянно жұмысқа велосипедпен кеп тұрса, баратын жерлеріне, жұмысына. Көрейік сосын. Мынау Төле би көшесі, получается. Мына жақтың бәрін қазып тастапты. Мына жақта бірақ жолақ жол қалды. Мен ойымша мынаны автобусный линияға берейін деп жатыр, Төле би көшесін. Вообще жол тарылатын болды. Не болып кеткен Алматыға қанша жүрмегелі көп болды. В общем, осындай болып жатыр. Точно бар ғой, әкімді велосипедке отырғызу керек, отырып жүрсін өзі велосипедпен. Мәшінелерін бәрін сығыстырып шығарайын деп жатыр екен ғой Алматыдан. Жүре алмаймыз ертең. Пробканың көкесі енді басталады. Мынаның бәрін автобусный линияға беретін болса. Міне қазірдің өзінде тұрмыз пробкадан.